Бүгін шаһарда креативті индустрияны дамытуға бағытталған маңызды оқиға орын алды. Көне Тараз тарихи этномәдени кешенінде ауқымды шығармашылық алаң, қолөнершілер үйі өз жұмысын бастады. 190-ға жуық шеберді біріктірген орталық қолөнершілердің кәсібін дамытуға, өнімдерін нарыққа шығаруға мүмкіндік бермек. Тараз қаласы 2022 жылы дүниежүзілік қолөнершілер қаласы мәртебесіне ие болған алғашқы қазақстандық қала. Осы орайда қолөнершілер үйінің ашылу салтанатына қатысқан облыс әкімінің орынбасары орталықтың лентасын қиып, шеберлерге сәттілік тіледі. Айтуынша, енді шаһарды ЮНЕСКО-ның шығармашылық қалалар тізіміне енгізу басты мақсат. Бұл ретте креативтік индустрия саласын дамыту үшін жеңілдетілген несиелер беру, грант бөлу, креаторларға өз өнімдерін коммерцияландыру және креативтік технологиялық өнімдерін халықаралық нарыққа шығуына қолдау көрсету үшін жұмысты жүргізіліп жатыр. Бұл креативті орталықта өшпес мұра, қолөнер Тараз, қолөнершілер одағы, шебер шаңырақ сынды қоғамдық бірлестіктер бар. Мұнда шеберлерге кәсібін дамытуға, өнімдерін коммерцияландыру және жастарға тәжірибе беру мүмкіндіктері де қарастырылған. Осында тұрған менің туындыларым, қылқалам туындылары бар, майлы бояумен жазылған, және де киізден басылған заттарым бар. Киізден басылған заттардың ішінде сувенирлер бар, әртүрлі жанрда, әртүрлі сюжетный стильде істелінген паннолар бар, қуршақтар бар. Бұлардың бәрі қазақи нақышта, қазақи стильде жасалынған. Еске сала кетейік, 2021 жылдан бастап елімізде креативті индустрияларды дамыту жүйелі түрде қолға алынған болатын. Осы бағыттағы жұмыстарды үйлестіру үшін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі жанынан арнайы креативті индустрияларды дамыту департаменті құрылған. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.